Саламатсыңдар ма балалар? Бүгін математика сабағы. Сабағымыздың тақырыбы диаграмма. Сабақтың мақсаты деректерді жинау, толықтыру, қолда бар құралдарды пайдаланып диаграмма құрастыру. Бағалау критерийлері. Диаграмма ұғымының мағынасын түсінеді, деректерді жинайды, толықтырады. Диаграмма негізінде ақпарат алады. Қолда бар құралдарды пайдаланып, диаграмма құрастырады және оны оқи алады. Диаграмма дегеніміз не? Диаграмма бірнеше шамаларды немесе олардың мәндерін салыстыруға берілген мәліметтердің графикалық түрі. Диаграмма тік төртбұрыштардан немесе шаршылардан тұратын сурет. Ол мәліметтердің арақатынасын көрсетеді. Диаграмма кестедегі мәліметтердің көрнекі графиктік түрде берілуі. Британ ойшылы, философ, математик Джордж Вен 1881 жылы кейбір қатынастардың арасындағы байланысты көрнекі бейнелейтін диаграмма ойлап тапты. Диаграмманың түрлері әртүрлі болады. Яғни, диаграммалар тек қана тік төртбұрыштардан немесе шаршылардан ғана тұратын сурет емес. Сондай-ақ олар шеңбер, шар тәрізді де болады екен. Олай болса, диаграмма туралы түсініктеріңді одан әрі шыңдау үшін мен сендерге мына бейнероликті көруге шақырамын. Мұқият тыңдайық. Азат 7 жаста. Ол 1-ші сыныпта оқиды. Азаттың бойы 125 сантиметр. Шынымен де Азаттың бойы өте ұзын. Азаттың бойы 1 жаста 75 сантиметр болды. 2 жаста 88 сантиметр. 3 жаста 97 сантиметр. 5 жаста 100 сантиметр. 7 жаста 125 сантиметр болды. Осы мәліметтерді диаграмма деп аталатын сурет арқылы көрсетуге болады. Қарашы, онда Азаттың жасы және оған сәйкес бойының ұзындығы көрсетілген. Бұл Азаттың бойының диаграммасы. Жақсы балалар, бейнероликті көріп болсаңдар, мына жаттығу жұмысын орындап көрейік. Диаграмма бойынша сұрақтарға жауап беру. Бірінші А сынып оқушыларының бір айда оқып шыққан кітаптарының беттерінің саны жазылған. Яғни, бұл жердегі диаграмма балалар дөңгелек түрде берілген. Қай бала қанша кітаптың беті оқығандығы туралы жазылып тұр. Осы жердегі сұрақтарға бәріміз бірігіп жауап беріп көрейікші кәне. Бірінші сұрақ. Оқушылардың қайсысы бәрінен көп оқыды? Мына шеңберге қарайық. Қай бөлігі үлкен болып тұр? Санына қарап айтсаңдар да болады, немесе түсіне қарап айтсаңдар болады. Я. Дұрыс айтасыңдар. Ерлан. Ерланның түсі күлгін түсті. Саны 90. Ерлан 90 бет оқыған екен. Келесі сұрақ. Оқушылардың қайсысы бәрінен аз оқыды? Мұқият қарайық. Дұрыс айтасыңдар. 12 бет оқыған, яғни қызыл түсті Камила екен. Кім 40 бет оқыды? Я, жасыл түстегі Ермұрат 40 бет оқыған екен. Кімде екінші нәтиже? Яғни 90-нан кейінгі сан қайсысы деп ойлаймыз? Ең бірінші нәтиже 90 бет оқыған Ерлан болатын, одан кейінгі нәтиже дұрыс айтасыңдар. 45 бет оқыған көк түсті
Серік екен. Ең соңғы сұрақ. Кім 16 бет оқыды? Иә, 16 бет оқыған Алан екен. Олай болса, тексерейік. Тексерген кезде барлық жасыл түске жанса, онда барлық жауап дұрыс деген сөз. Өте жақсы. Барлық сұраққа дұрыс жауап берген екенсіңдер. Жақсы балалар, олай болса, математика дәптерінің 93 бетін ашайық. 93 бетін ашып, мына тапсырмаларды орындайық. Диаграмма құрастыр. Гүлзардағы ашып, мына тапсырмаларды орындайық. Диаграмма құрастыр. Гүлзардағы гүлдер. Гүлзарда 4 қызғалдақ, 3 раушан гүл, 2 түймедақ гүлдеді. Диаграмма сал. Диаграмманы шаршы түрінде немесе тік төртбұрыш түрінде салсаңдар болады. Қонжықтың қысқы қоры. Диаграммаға қара және түсіп қалған сандарды қой. Яғни, қонжық қысқа арнап неше құты бал. Бал деп тұрған жанындағы шаршылардың санын санаймыз. Неше құты бал екен? Яғни, 4 құты бал. Неше құты таңқурай? 8 құты таңқурай тосабын. Және неше құты алма тосабын? 3 құты алма тосабын. Сондай-ақ неше құты бүлдірген тосабын? 6 құты бүлдірген тосабын дайындады. Біз не істедік балалар? Диаграммаға қарап отырып түсіп қалған сандарды жаздық. Келесі тапсырма. Түрлі түсті қағаз. Назгүлде 7 жасыл қағаз, 3 қызыл және 1 сары түсті қағаз бар. Диаграммадағы қатені тауып, түзет. Диаграмманы боя. Яғни мына жерде балалар қате берілген екен. Сендер соны тауып, түзетулерің керек. Қай жерден қате көріп тұрсыңдар? Жеті жасыл деп тұр. Ал мына жасылдың жанындағы шаршымыз нешеу болып тұр? 3. Ол дұрыс па? Дұрыс емес. 3 қандай түстің саны? Қызыл түстің саны. Ендеше 3-ті біз қызыл түске бояймыз. Ал 7 шаршымыз қандай түс болады сонда? Оны қандай түспен бояймыз? Жасыл түспен бояймыз. Ал сары түсті қағазымыз 1. Ол дұрыс па? Ол дұрыс екен балалар. Өте жақсы. Ендеше балалар, кері байланыс жасайық. Кері байланыстың өзін сендерге бүгінгі өткен тақырып бойынша, яғни диаграмма түрінде беріп отырмын. Бүгінгі өткен тақырып қаншалықты түсінікті болғанын диаграмма түрінде сызып маған көрсетесіңдер. Яғни тақырып сендерге түсінікті болса, көбірек бөлігін бояйсыңдар. Түсініксіз болса, азырақ бөлігін бояйсыңдар. Үйге тапсырма. Үйден дәптердің 94-ші бетін орындау. Яғни, ол жерде диаграмма салу және оны бояу. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды.